Педагогика пәні, тақырыбымыз мектепке дейінгі бала тұлғасын дамыту мен қалыптастыру теориясы және мектеп жасына дейінгі дене тәрбиесі. Баланы тәрбиелеу, дамыту және білім беру мәселелерінде отбасы мен балабақша ұжымының бірлескен өзара тығыз байланыста болуы маңызды. Өйткені мектеп жасына дейінгі бала тәрбиені ең бірінші отбасында және балабақшада берілетін тәрбиемен ұштастырып, бірге алып, тұлғалық, сапалық қасиеттері дамып отырады. Баланы өмірге дайындау үшін дамытудың маңызы ерекше. Даму барысы төмендегідей, яғни мектеп жасына дейінгі баланың зердесін дамыту, эмоциясы мен сезімдерін дамыту, күрт қиыншылықтарға төтеп бере алуын дамыту, өзіне өзінің сенімділігін, өзін өзі қабылдау, жақсы көруін дамыту, танымдық үрдісін дамыту, өзін өзі алып жүре алуын, дербестігін дамыту және де өзін өзі көрсете алуына, өзін өзі жетілдіруге ынтасын дамыту болып табылады. Едігенова бойынша баланың бүкіл өмір бойында оның даму үрдісі жүреді. Даму үрдісінде баланың таным белсенділігі арта түседі. 6 жастағы балалар заттарды түсіне, түріне, көлеміне қарап ажырата бастап, олардың құрылысын, пайдалану тәсілдерін білгісі келеді. Күнделікті өмір барысында бала шындық дүниенің құбылыстары мен заттарын анықтай білуге, адам баласының жинақтаған бай тәжірибесін үйренуге талаптанады. Балалардың бір нәрсені құмартып, білуге талаптануын таным ынтасы деп атайды. Балалар өте байқағыш, еліктегіш, әр нәрсеге үңіле қарайды, көп нәрселер оларды ойландырады. Балалар әдетте өзіне түсініксіз оқиғалардың, құбылыстардың сырын білуге құмартады. Күн сайын олардың алдында жаңа сұрақтар туады. Сол сұрақтың жауабын олар ересектерден күтеді. Өйткені олардың түсінігінше ересектердің білмейтіні болмайды. Мұндай ерекше сұрақтар балалардың ақыл-ой еңбегімен шұғылданудағы ниетін, ықыласын сипаттайды. Сондықтан ересек адамдар бала сұрағын жауапсыз қалдырмауға тырысқан жөн. Өйткені олар ақыл-ойларын ересектердің жауаптары арқылы толықтырып дамытады. Сол себепті баланың сұрақтары жауапсыз қалмау керек. Ал егер жауап алмаған бала, ол болашақта келесі сұрақ қоюға жасқаншақтап сұрақ қоймайды және баланың дүние тануына кері әсері беруі мүмкін. Сондықтан баланың бірде-бір сұрағы жауапсыз қалмауы және ол толық жауап болуы тиіс. Мектепке дейінгі балалық шақта заттардың, құбылыстардың, іс-әрекеттердің арасындағы байланыстар мен қатынастарды бөлу мен пайдалануды талап ететін күрделі де сан алуан міндеттерді баланың шешуіне тура келеді. Ойында, сурет салуда, құрастыруда, жапсыруда, оқу және еңбек тапсырмаларын орындауда бала үйреніп алған іс-әрекеттерді жай ғана пайдаланып қана қоймайды, жаңа нәтижелер ала отырып, олардың тұрақты түрін өзгертеді. Мектеп жасына дейінгі балалар өздерін қызықтырған мәселелерді түсіну үшін өзіндік эксперименттер жасауға кіріседі. Құбылыстарды бақылайды, оларды талқыға салып, қорытындылар жасай алады. Мектепке дейінгі балалық шақтың соңында кейбір механикалық, физикалық және басқа байланыстар мен қатынастарды түсінуді, осы байланыстар мен қатынастар туралы білімді жаңа жағдайда қолдана білуді талап етеді. Жас баланың өмірді тануы, еңбекке қатынасы, психологиялық ерекшеліктері осы ойын үстінде қалыптасады екен. Выгодскийдің пікірінше, ойын мектеп жасына дейінгі баланың жеке басының дамуына ықпал ететін жетекші басты құбылыстың бірі деуге болады. Бала ойын арқылы өзін күш жігерін жаттықтырып, қоршаған орта мен құбылыстардың ақиқат сырын ұғынып үйрене бастайды. Ойын кезіндегі баланың психологиялық ерекшелігі мынада. Олар ойнайды, эмоциялық әсері
ұшқындайды, белсенділігі артады ойын барысында. Ерік қасиеті, қиял елестері мен таным үрдістері ойын барысында дамиды. Мұның бәрі баланың шығарымпаздық қабілеті мен дарынын ұштай түседі. Сондықтан бала мектеп жасына дейінгі шақта емін еркін ойнап алуы керек, және де ойын ол мағыналы, мәнді болуға тиісті. Сонда ғана оның тұлғалық, сапалық қасиеттері дами түседі екен. Енді мектеп жасына дейінгі дене тәрбиесіне тоқталсақ, дене шынықтыру ұйымдастырылған оқу әрекеті балаларға дене тәрбиесі жаттығуларын жүйелі түрде үйретудің негізгі формасы. Ұйымдастырылған оқу іс-әрекетінің арнаулы міндеті барлық жастағы топтардың балаларын дұрыс қимыл қозғалысқа үйрету мен дене қасиетін тәрбиелеу болып табылады. Енді мектеп жасына дейінгі дене тәрбиесінің мақсатына тоқталсақ, ол балалардың денсаулығын нығайту, денесінің дұрыс дамуын қамтамасыз ету. Өйткені бұл кезде баланың дамуына қолайлы жағдай жасалса, бала денесі тез жетіліп өседі. Мектеп жасына дейінгі шақта баланың ағзасы әлсіз, сондықтан әртүрлі жұқпалы ауруларға қарсы тұра алмай, көп аурушаң келеді. Сондықтан денсаулығын нығайтуда, қимыл әрекетін дамытуда, мәдени гигиеналық дағдысын, әдетін қалыптастыруда дене тәрбиесінің мәні ерекше болып табылады. Енді негізгі міндеттеріне тоқталсақ, бірінші міндеті баланың денсаулығын сақтау және нығайту, екінші мәдени гигиеналық дағдылар мен әдеттерді қалыптастыру, үшінші бала денесін шынықтыру, төртінші міндет балалардың жүру, жүгіру, секіру, өрмелеу, лақтыру сияқты негізгі қимыл әрекеттерін дамыту. Дене тәрбиесінде қажетті жағдайлар: балалардың күтімімен өсуіне қолайлы мәдени гигиеналық жағдай жасау, дұрыс жасалған күн тәртібі, тамақтандыру, дененің тазалығы, баланың жасына және ауа райына жылы жайлы киіну, гимнастика және қимылды ойындар ойнату, ұйқысын ұйымдастыру, серуенге шығу, күнді ауаны, суды тиімді пайдалану. Енді шынықтырудың құралдарына келсек, ол ауа, су, күн. Күнделікті өмірде тәрбиеші бұларды сауықтыратын процедура түрінде ауа және күн ваннасын, шомылу, сулы шүберекпен ысқылану, үстіне суық су құю түрінде пайдаланады. Баланың қозғалыс дағдысы 7 жасқа дейін қалыптасып, әрі қарай даму, шыңдалу қызметі атқарыла бастайды. Бала ағзасының даму мен өсу үрдісінде бұлшықеттің күші қозғалыс факторлары арқылы артады. Сондықтан да мектепке дейінгі кезеңде балалардың дене тәрбиесіне ерекше мән берілуі керек деп айтылады. Дене тәрбиесі ағзаны шынықтырып, бала психикасының дамуына үлкен әсерін береді. Адам ағзасының барлық жағынан жетілуіне, қимыл әрекеті мен дағдысының білімінің қалыптасуын қамтамасыз етуге бағытталған көп қырлы педагогикалық іс. Дене жаттығулары дегеніміз дене тәрбиесінің негізгі болып табылады. Дене жаттығулар баланың жас ерекшелігіне сай өзгеріп, күрделене түседі. Егер жасы кішкентай болса, жаттығу түрлері оңайырақ, жеңіл болады. Жасы ұлғайған сайын жаттығудың күрделене түсетіні ол баланың жас ерекшелігіне байланысты. Жас шамасына қарай күрделене түскен жаттығулар өз құрамына күнделікті тұрмыстан, адам еңбектерінен, әскери қимыл қозғалыстардан, сонымен қатар спорт түрлерінде кездесетін қозғалыс түрлерінен алынатын жаттығуларда енгізеді. Жаттығу кезінде баланың барлық тірек қимыл мүшелері жұмыс жасап, барлық мүшелерінің іс-қимылдары дамып, жүрек, тыныс алу және жүйке жүйелерінің қызметі арта түседі. Сондықтан мектеп жасына дейінгі баланың дене
дене жаттығулары дене тәрбиесінің маңызы баланың денесінің дұрыс қалыптасуына, сымбатты болып өсуіне және де ағзаның дұрыс жұмыс жасауына көп септігін тигізеді. Енді сіздерге үй тапсырмасы 5-ші аптаға бірінші тапсырма мектепке дейінгі бала тұлғасын дамыту мен қалыптастыру тақырыбына слайд жасайсыздар және де ойынның қимыл қозғалыс түрлерін жинақтап дәптерге жазып аласыздар.